Жаслан Серіковті қызылордалық ағайын жақсы білет. Білімді де белсенді жас облыстағы экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының, сондай Қазақстан 2050 жалпы ұлттық қозғалысының өкілі. Осындай жауапты жұмыстарды мінсіз атқарып жүргенімнің себебі 3 тілді еркін меңгергенімде дейді ол. Жаслан қарапайым ғана отбасында өскен азамат, сабаққа алға қойған мақсатына жетпейінше бір тынбайтын қағілез жас, мектепте одан кейін Қорқыт-Атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінде оқыған кезде де қатарының алды болды. Жөргегінен ана тілінің нәрімен сусындап өскен жігіт орыс және ағылшын тілдерінде талмай ізденудің арқасында тәп-тәуір меңгеріп шықты. Негізгі мамандығы инженер болса да, экономиканы оңғыл-шұңғылына дейін шағатын қасиетін де әріптестері жақсы біледі. Бүгінде ол өңірлік бәсекелестікті арттыру жобасының кеңесшісі, Еуропадағы экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының аймақтағы өкілі ретінде шетелдік сарапшылармен иық тіресе қызмет етіп, облыстың әлеуметтік экономикалық дамуына өз үлесін қосып жүр. Мұның барлығы 3 тілді меңгеріп, еркін сөйлеуімнің арқасы дейді дарынды жас. Тіл білген адам ол әрқашан өте сұранысы өте жоғары, жұмыс табуға мәселесінде өте мүмкіншілік көп. Болашаққа да сеніммен жүруге болады. Жаслан 4 жылдан бері жеке бизнесінің әлеуетін арттырып, өрісін кеңейтіп келеді. Кәсібінің діңгегі мықты, болашағы баянды болу үшін шетелдік әріптестерімен жиі хабарласып, тәжірибе алмасып отырады. Жасланның мұндай білімнің биігінен бастау алатын пайым парасаты мен іркілмейтін іскерлігі аймақтың өзге кәсіпкерлеріне үлгі өнеге болуда. Жаслан өзі 3 тілді меңгерген, өзі белсенді азамат, өзі жас кәсіпкер. Сондықтан кәсіпкер ретінде 3 тілдің білген өте қажетті деп ойлаймын. 8 қырлы жігіт Қазақстан 2050 жалпы ұлттық қозғалысының облыстағы үйлестірушісі қызметінде абыройлы атқарып жүр. 3 жыл тәрбиелеп отырған жас әке балаларын, құрбы-құрдастары мен әріптестерін 3 тілді қатар меңгеруге үнемі үндеп отырады. Оның айтуынша, сонда ғана жақсы қызмет, жайлы тұрмыс, мағыналы өмір мен баянды болашақтың тұтқасын берік ұстауға болады. Гүлжан Қалтайқызы, Нұрлыбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық арнасы, Қызылорда.